Назарбаев зияткерлік мектебінде оқушыларға ұлттық құндылықтарды дәріптеу мәселесі мықтап қолға алынған. Ағымдағы жылы мектеп ұстаздары оқушылармен бірлесіп, халық ақыны Көкен Шәкеев мұраларын зерттеуге кіріскен. Осының нәтижесінде Арманымның ақ қанаты атты жыр жинағын жарыққа шығару жоспарланып отыр. Елбасымыздың болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласы халыққа арналғанмен де негізі басым жастарға деген үлесі басым. Себебі мақалада кездесетін ұлттық код, бәсекелестік, тұтастық деген сөздер көбінесе жастарға маңызы зор. Сондықтан біз қазір жастарға болашақта жаһандық қоғамдастықта бәсекелестікке төтеп бере алатын жастар тәрбиелеудеміз. Мектеп қабырғасында оқушылардың шығармашылық қабілетін шыңдау мәселесіне орасан зор көңіл бөлінген. Осыған орай Наурыз мейрамы қарсаңында қазақтың сәкен серісі атты отбасылық шығармашылық сайыс ұйымдастыру көзделген. В рамках программы статьи Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Елбасының бағдарламалық мақаласы аясында мектебімізде 100 күйдің тарихы, Википедия, қазақстандық жазушылардың әдеби шығармалары атты ауқымды жобалар қолға алынған. Бұдан бөлек оқушылар Қазақстан төңірегіндегі ғылыми зерттеу экспедицияларына үнемі қатысып отырады. Осы орайда қалалық, облыстық өлкетану мұражайларымен тығыз қарым-қатынаста жұмыс атқарылып жатқандығын атап өткен абзал. Мектеп оқушылары қазақ халқының тарлан тарихынан тағылмалады. Қазақы тәрбие арқылы ұлттық құндылықтар бойға сіңіріледі. Бұл ретте ұлттық дәстүр, әдет, ғұрып, мәдениет, ұлттық ойындарды өскелең ұрпаққа насихаттаудың мәні мен маңызы орасан. Себебі саналы ұрпақ ел келешегі. Ерболат Серікбай, Ермек Махметов, Абай Төлеген, Көкші ақпарат.